9 май бұл менің мысығымның туылған күні, яғни Жәнібек 3 жасқа толды. Осылай күшті қылып атап өттік. Специальный торт заказ бердім, одан кейін сыйлықтар алып бердім. Неке Джоннидің өзіне киім, домик, вкусняшки, и өзім тоже әдемі болып, осындай в образе болдым да. Құттықтап жатқан жандар бар, сіздерге енді мен үлкен рахметімді айтқым келеді, рахмет. Бірақ енді бір комментариялар болды, менің личкама жазып, инстаграмға да салдым, ол жерге де комментариялар жазды. Мысықты бүйтіп асырағанша лучше сен бала тумайсың ба, уже бала туып, баланы осылай ұстап тұратын жасқа жеттің ғой деп ше. Енді кімде бала бар, мен сіздерге еш нәрсе демеймін. Это уже ваше дело. Кімнің туғысы келеді, кімнің ана болғысы келеді, кім ондай семейная жизнь деген жақсы көреді, мен оларға еш нәрсе демеймін. Әр адамның өзінің ойы бар, әр адам өзінің хотелкасы бар. Я вот это хочу дейді, біреу ананы хочу дейді. Мен кімнің қатарынанмын? Мен онда кішкентай бала деген жаңағыдай аналық өмір, аналық махаббат, андай бала туу деген, мен ондайға вообще жақын емеспін. Вот честно, мен вообще ойламаған бұл тұр. Мен ойымда вообще ондай вообще болмаған. И қазір де жоқ, онда ана болу, бүйтіп бала нету деген, не знаю, это вообще нету у меня. Ну не знаю, может бізде поколение сондай ма, енді қазір көп қой, child free дегенде ше. Вот мен солардың қатарына жатам, поэтому ондай өздеріңіз ойларыңызды типа ойбай не қылып бала туу, бүйт сөйт деп, олай лучше жазбай қойыңыздар. Әр адамның өзінің короче, ладно, все, вы поняли. Жаңағы мен айта алмай қалған сөз мирообозрение. Все, поняли теперь.